Баршаңызға сәлем. Бүгін біз огурцы тұздаймыз қысқа. Огурцымызды 2 сағатқа суға салып қоямыз. Крышкамызды стерилизовать етеміз ыстық суға. Бізге керек заттар: огурцы, банка, 9% уксус, 7% уксус, лавровый лист, черный горошек, қант, тұз, аспирин, закрывашка. Осындай бізге крышка керек, видеодағындай. Чеснок керек. 70%, 9% уксус керек. 70% біз банканы шаюға қолданамыз. Банканы біз ең оңай жол банканы уксуспен стерилизовать ету. Жаздың ыстығына байланысты біз суға, буға стерилизовать етпейміз. 2 банкамыз стерилизовать етіп алдық. Только крышкасын ашып қоясыздар, уксустың иісі шықсын деп. Сразу банкаға огурцыды салмаймыз. Огурцыдың 2 жағын кесіп аламыз, видеодағындай. Банкамызға салуға дайындап жатырмыз. Видеодағындай крышка болған дұрыс. Ол тесіктермен крышка. Банканы суын төккен кезде ол көмегі көп болады, сондай крышканы. Банкамызға ыстық суда салынған укробымызды, чесногымызды, қара бұрыш, лавровый листімізді салып аламыз. Содан кейін осылай видеодағындай огурцымызды қатырлатып тіземіз банкамыздың ішімізді. Толғанша дейін саласыздар. Содан кейін ыстық суымызды құямыз. Қайнап тұрған ыстық су құясыздар. Крышкамыздың жарты шетін ашып қойыңыздар. Бір 15 минут, 15-20 минут тұрғаннан кейін су банкамыздың ішіндегі суды төгіп тастайсыздар. Төгіп тастайсыздар или қайнатасыздар. Мен көбінесе 2 рет қайнатам, 3-шіде таза су құямын. 3 банкамызды төгеміз, суымызды қайнатамыз. Қайнаған суымызды қайтадан банкамызға құямыз. Видеода аспирин бар. Аспиринді біз банка жақсы сақталу үшін саламыз. 2 литровға 2, 3 литровға 3 саламыз. Суды 3-ші рет құйған кезде тұзымызды, қантымызды қосамыз. Тұзымыз 2 столовый ложка, 2 ас қасық, қантымыз 4 ас қасық қосамыз. Аспирин қосамыз 2 таблеткадан. Содан кейін ыстық суымызды құямыз. Ыстық суының үстіне 4 или 5 ас қасық 9% уксусымызды құямыз. 70% уксус құйсаңыздар, уксустың дәмі шығып тұрады, сол үшін біз қоспаймыз. Барлығын қосып болғаннан кейін закрывашкамен жақсылап жабамыз. Банкаларымызды төңкеріп қоямыз. Ыстық күйінде банкаларымызды төңкеріп орап қоясыздар. Көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.